Қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге круассан жасап көрсетемін. Ең алдымен мынау ыстық су. Осы 200 грамм ыстық суымызды құямыз. Оған салқын сүтімізді құямыз 200 грамм. Одан кейін бір қасық, өте үлкен қасықпен құрғақ ашытқымызды саламыз. Құрғақ ашытқымызды салып алдық. Қантымызды саламыз. Енді ашытқымыз әбден біркелкі болып араласқанша бұлғап аламыз. Енді осыған тұз саламыз. Өте жеңіл реттеп жасап көріңіздер. Тұз салдық. Сұйық майымызды құямыз. Жарты стақан. Барлыққа не қажет екенін описаниеге жазып кетемін. Содан қарап алсаңыздар болады. Одан кейін міне 2 жұмыртқамыз бар. Осы жұмыртқамызды жарамыз. Біреуін салдық, екіншісінің сарысын алып қалатын болам. Себебі оны круассанның бетіне жағамын. Сарысын алып қалдық. Енді осы араластырып аламыз. Біздің сұйықтығымыз дайын. Қоспамыздың барлығын қосып алдық. Енді жаңағы өзіміздің дайындап алған електен өткізген ұнымызбен аз-аздан қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бірден барлығын салмаңыздар, өйткені ұнның тығыздығы әрбір ұнда әртүрлі болады. Кішкене басында аз-аздан салып жасаңыздар. Ұнды көз мөлшерімен қосыңыздар. Бірден салса болмайды, тығыз болып қалады да, сосын жаңа круассанымыздың арасы дұрыс ашып көтерілмей қалады. Сондықтан өте қатты баспай, жұмсақ, өте нәзік қамыр шығу керек. Солай илеп алыңыздар. Қонақ шақырғанда балаларыңыз жеуге, өздеріңіз осы үйде пісірсеңіздер болады. 1 жасағаннан шығады. Өте дәмді болады. Мені енді қонақ шақырған сайын жасайтын, қонаққа қоятын тәттілерімнің бірі деп айтсам болады. Енді қалғанын столдың үстінде илейміз. Осылай тап-таза алып Енді қазір осы қамырымызды етеп осымен илейміз.
Жалпы видео жасап көріңіздер, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Әбден үйін қандырып, илеп алыңыздар. Қамырымыз дайын, міне. Өте нәзік. Круассанның жалпы бұл тесттамен булочкада істей берулеріңізге болады. Булочка істесеңіздер өте күшті болып шығады. Енді қазір бұл круассанын жасаған кезде біз бұны слоеный қылып жасайтын боламыз. Ал булочканы осылай көтерілгеннен кейін жасай бересіздер. Енді мына жерде бөлме температурасындағы сары майымызды аламыз да осы ыдысымыздың ішін осы маймен майлап шығыңыздар. Бөлме температурасында тұрған сары май. Майладық. Енді міне нанымызды саламыз. Салдық нанымызды. Енді пищевой негізі Ал мінекей, мана қашытып қойған қамырымыз көтеріп тұр. Енді кішкене ұн сеуіп, осыны шағын бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей, манағы май жағылған қалпында. Осындай керемет көтерілген қамырды осылай домалатып аламыз. Өте жұмыс жасауға ыңғайлы. Енді осыны бөлеміз тең бөліктерге. Енді осылардың барлығын дөмелектеп осылай күлшелеп қоя береміз. Мінекей күлшелеп алған нандарымызды осылай ысып аламыз. Мінекей бір күлшек дайынбыз, қойып қоямыз. Екіншісін ысамыз бұдан кейін.
өте жұқа да емес, қалың да емес, осылай ысып аласыздар. Мінекей ысылған нандарымыз дайын. Енді осы нанға бөлме температурасында тұрған сары майды жағып шығамыз. Қолмен жағыңыздар. Осылай жұқа етіп жағып аласыздар. Бұл майды не үшін жағып жатыр дейсіздер, оған өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар. Мынау жаңағы біздің тестомыз, қамырымыз слоеный болу үшін осылай май жағып аламыз. Сонда бұл қамырмен жұмыс істеу де жақсы болады. Осылай жағып аласыздар. Енді осының үстіне барамыз да, мына келесі қамырымызды қоямыз. Келесі нанымызды қоямыз. Болдық. Жасап болғаннан кейін бұған мана қалып қалған жұмыртқамның бір сарысына сүт қосып қойдым, жұмсақ болу үшін. Енді соны жағып шығамыз осылай. Сүт қосып жақсаңыздар жұмсақ болады. Жұмыртқаның сарысында жағуларыңызға болады. Мінекей біздің круассандарымыз да пісті, дайын. Қазір міне алып қойып жатырмыз. Мінекей дайын тұр. Міне өте жұмсақ. Басып көрсеңіздер, арасын бөліп көрсетейін міне. Міне арасы слоеный. Сондай тамаша, иісі де, дәмі де әдемі. Жасап көріңіздер, сіздерге кеңес берем. Қонаққа да, келген адамдарға да қысылмай қоясыздар. Ас болсын.